Кырымның гарби ялыларында рус ава мудафа системлерінің яны позициялары белгіленді. Планетлап уйду ресімлеріне көре оларны Ахметчит қасабасы янында ерлештірділер. Буақта радио азатлық білдіре. Қайдетмелі кешімділік гарби тейжизатлар олған ресімлер yok. Büyük ihtimal оларны гейже кетірелер. Уч позициядан ең шымалде ерлешкенini сентябрь айының ilk күнлерінде құрдылар. Қалғанларыны Женюбе истихаметте 8-14 сентябрьде teşkil ettiler. En Jenüptekini ise 18-22 сентябрь күнлері құрдылар. Бірқач күн evvelsi Украина silahlı kuvvetleri Ruslarның Kırımның garbi yönelişinde yerleşken ava mudafa sistemlerini urganlarını tazdıkladı. Söz büyük ihtimal Kara Acı kasabası ақта кете. Дигер малюматларға көре ise Украина ордысы Кездев civarları Terekli Kontrat kasabasında bulungan işgalcilerinin S-300 kompleksine ucum gerçekleştirgenini айтам. Hırsızlanған Украина деңіз кuvvetlerінің субайы Алексей Киселевны яңлыс Владимирский Централ аписханесінде туталар. Буақта Қырым бірдемлігі тешкілаты Мабюстың қорантасындан алған малюматларға таянып білдіре. Бұндан evvel Киселевны Ахмеджитнің екінші аписханесінде тута еділер. Айнен bu аписханеге işgal етілген территорияларда тутылған инсанларны кетірелер. Қырым işгалінден evvel Алексей Киселев Ақярда яшап Украина деңіз кувветлері истихбарат гемисі Славутичнің капитаны еді. Бірқач вақыт кешкен соңра ise геническе көчті. Анда işgal етілген территориялардан мejburi көчкенлерге ярдым етеді. Бұйық жең баштағанынан соңра 22 июль күні Рус işgalcilері ер адамны Геническ районындан қырсызлап электрикнен işkence yaptılar. Оны Санкедерсін Номан Челебиджихан адына батальонны дестеклегені ве Қырымның деңіз қамачауыны азырлағаны үшін 8 ел апиз жазасы үкіміні шығардылар. Қырылған қабырғалары ве бірчі қасталықлар олғанына бақмадан Рус işgalcilері эпісі тибби ярдым талапларını red etті.